Сәлем достар, қалайсыздар? Осындай әдемі дәмді қорысты небәрі екі заттан пісіреміз. Жұмыртқа және ұн. Ұнымызды алып, 4-5 жұмыртқа қосып, тек жұмыртқаға қамыр илейміз. Қамырымыз осылай қатты да емес, жұмсақ та емес, осылай болып шығу керек. Қамырымызды алып, екіге бөлеміз, жуалап, тағып алып қоямыз. Осындай дайын болған қамырымызды аламыз, оқтаумен тегістеп жұп-жұқа қылып жаямыз. Қамырымызды осылай қып теп-тегіс жұқа қылып жайып болғаннан кейін, осындай бәрінде бар шығар кухнясында, осындай немен кесіп, видеода көрсеткендей кесіп шығамыз.
Міне мен бәрін кесіп дайындап алдым. Енді осындай сушидің палочкасын алып, ораймыз. Орап, видеода көрсетілгендей доп-домалақ қып майға қуырамыз. Бір-бірімлеп қуырамыз. Не осылай болу керек. Енді қызып тұрған майға отымызды қатты қоймаймыз. Кішкене басамыз отты. На средний огонь. Міне осылай болып шығады. Хворостымыз дайын. Дайын хворостың үстіне сахарный пудраны шашып шығамыз. Осылай қылып. Видеодағыдай, егер достар сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көп-көп рахмет, сау болыңыздар.